4-ші сынып. Әдебиеттік оқу 71-ші сабақ. Сабақ тақырыбы су асты тіршілігіне қамқорлық. Сабақ мақсаты мәтіннің негізгі ойын деректер келтіре отырып дәлелдейсіңдер. Фишбоун әдісі. Балалар, су асты жануарлардың тіршілігіне қандай қауіп-қатер төнуі мүмкін? Қалай ойлайсыңдар? Яғни балықтың қырылуы болуы мүмкін, иә? Судың ластануынан балықтар қырылады екен. Тірі ағзалардың азаюы, сондықтан және суға қоқыс тастау, ауаның жетіспеушілігі. Және де қызыл кітап. Қызыл кітапқа енген балықтарды біз ұстамау керек екенбіз, иә? Өйткені қызыл кітапқа, яғни жойылу қаупі бар, жойылып кеткен балықтардың түрлері жазылады екен. Ал енді осының ішінде біз бүгін балықтарға ауа неліктен жетіспейді екен. Міне сол туралы өтеміз. Суда тіршілік ететін жануарларға адамның қамқорлығы қажет пе? Қалай ойлайсыңдар, балалар? Иә, суда тіршілік ететін жануарларға адамның қамқорлығы қажет екен. Мінекей, қыстың күні көріп тұрғандарындай балалар мұздықтарды ойып қойған көлдің бетін, яғни оны жылым деп атайды екен. Сол жылымды ойып, ол жерлерге жемсе қою керек екен, қоректерін, азықтарын. Яғни сонда судың астына ауа барады екен. Әйтпесе оларға мұз қатып қалса барлығына ауа жетіспейді екен. Сондықтан да балықтардың қырылуына келуі мүмкін. Екіншіден, міне судың жағаларына азықтарын шашып қоюға болады. Және үшіншісі, суретте көріп тұрғандарындай көлдің бетін ойып, қамыстарды апарып сол жерге қойып жатыр. Яғни қамыстардың ауасынан да ортасынан ауа өтіп тұрады екен, жаңағы судың астына балықтарға. Міне осылай суда тіршілік ететін жануарларға адамның қамқорлығы өте қажет екен, балалар. Олай болса, біз бүгін сенде, балалар, Жаңабек Шағатаевтың балықтарға қамқорлық әңгімесін оқимыз. 1961 жылы 1 қаңтарда Жамбыл облысы Талас ауданы Үшарал ауылында дүниеге келген, шаруашылықта құрылыста жұмыс істеген. 1985 жылдан бастап Жалын баспасында, Қазақ әдебиеті, Халық конгресі, Түркістан газеттерінде, Парасат журналында қызмет атқарған екен, балалар. Балықтарға көмек, түсініп оқып шығамыз. Оқып болса, осы мәтінді қорыту ретінде біз биографиялық поэма парақтарында толтырасыңдар, балалар, кәнігі. Толтырып болсақ, өзімізді тексереміз. Тақырыбы балықтарға көмек. Жақсы. Авторы Жаңабек Шағатаев. Оқиға орны Қамысты көл. Кейіпкерлері әкесі мен Мақсат. Оқиға немен басталады, балалар? Оқиға Қамысты көлге бет алу. Оқиға немен аяқталды? Мұзды ойып, жылым жасады әкесі мен баласы, иә? Ал енді осы мәтіннен қандай ой түйдіңдер? Негізгі ойы не екен? Балықтарға қыс мезгілінде қамқорлық жасау керек екен. Азықтар шашып тұру керек, жылымдар жасау керек екен, иә, балалар? Міне сөйтіп біз су асты тіршілігіне осылай қамқорлықтар жасай алады екенбіз. Ал енді мына жануарларға туралы қызықты ақпарат айта аламыз ба? Кәнекей, бірінші не көріп тұрсыңдар, балалар? Иә, бұл судың астында 500 метр тереңдікке түсіп, 40 км сағат жылдамдықпен жүзе алады екен. Бұл құстардың 17 түрі бар екен. Дауыстары есектің айғайына немесе қарғаның қарқылына ұқсайды екен, балалар. Келесі тасбақа. Тасбақа туралы қандай қызықты мәлімет білесіңдер? Тасбақаға жай сөйлесеңіз, ол мойнын созып тыңдайды екен. Ал қатты сөйлейтін болсаң, басын қабығының ішіне тығып алады екен. Ең кішкентай тасбақамыз 10 сантиметр болады екен. Міне қызықты мәлімет, иә? Келесі не көріп тұрсыңдар, балалар? Итбалық. Итбалықтың терісі мен майы өте бағалы.
балықтың терісі мен майы өте бағалы. Ересек итбалық күзде 40-70 келедей май жинайды екен. Күзде семіреді екен олар. Ол медицина мен парфюмерия саласында кеңінен қолданылады екен. Келесі не көріп тұрмыз балалар? Яғни акула, дұрыс айтасыңдар. Бұл түріне байланысты акуланың аузында 30-дан 400-ге дейін тіс болады екен. Олар бірнеше қатарда орналасқан екен. Тістері өте көп екен, міне қызықты ақпарат. Ал мына не балалар? Дельфин. Денесіндегі ең үлкен орган ми екен. Ересек дельфиннің миының салмағы шамамен 1700 грамм, ал біздікі 1400. Сонда дельфиннің миы адамның миынан да көп екен, балалар? Жақсы. Ал енді балалар, бүгінгі сабаққа кері байланыс берейікші, фишбоун әдісі арқылы. Мына жерде балықтың қаңқасын көріп тұрсыңдар, Олай болса, осы қабырғаларына сендер бүгін қандай қызықты ақпарат алдыңдар? Соны жазып шығасыңдар, және бүгінгі сабаққа байланысты өздерінің сұрақтарың болса, сол сұрақтарыңды жаза қойыңдар балалар. Сол сұрақтар бойынша келесі сабақта жұмыс жасайтын боламын. Сау болыңдар.